Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында өзімнің әрдайым осы қолданып жүрген шие жабудың құрамымен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ керемет, идеальный болып шығады. Тек бұны шие ретінде қолданбайсыздар, компотқа және тортқа пайдалансаңыздар да болады. Ең алдымен осындай шиелеріміздің барлығын жуып, тазалап, міндетті түрде жақсылап сыртының бәрін жуып, тазалап аласыздар. Мен 3-4 қайтара жуып, тазалап алдым. Енді видеода көріп тұрғандай шиенің еті мен дәнегін екі бөлек бөліп аламыз. Өте оңай алынады. Тек міндетті түрде қолдарыңызға осылай перчатка киіп істегендеріңіз дұрыс. Себебі шие өте қышқыл болғандықтан қолдарыңыздың кожасын құртып жіберуі мүмкін. Осылай өте оңай алынады. Тек қана шиенің ортасынан қыссаңыздар дәнегі алынады. Және айта кететін нәрсе, шиенің дәнегін алған кезде дәнегін міндетті түрде бөлек бір ыдысқа салып отырасыздар. Мынау бөлінген етіне кетіп қалмауы керек. Себебі қазір біз аппаратпен шайнатамыз ғой, ет тартқышпен, немесе үйіңізде блендер болса блендермен шайнатсаңыздар болады. Сол кезде аппаратқа анау шиенің дәнегі кетіп қалатын болса, аппараттарыңызды бұзып алуы мүмкін. Өте оңай алынады. Тек қана ортасынан, шиенің ортасынан қыссаңыздар, дәнегі оңай алынады. Мен мені видеода көріп тұрғандарыңызда етін бөлек, дәнегін бөлек алып алдым. Негізі қарап тұрсақ, бұл әдіс өте оңай әдіс. Мен бұны осы 4-5 жылдың көлемінде дәл осылай жасап жүрміз. Өте керемет. Біздер қазір банканы мүлде қайнатып, оның арасына жаңалегідей қант қосып, әуре болып жүрмейміз. Дәл осылай қалаған уақытымызда ашып жібереміз. Және компотқа, кез келген нәрсеге қолдана береміз. Йогурт ретінде балдарға да бере береміз. Ал енді біз ет тартқышымызды мен ет тартқышпен істеп алдым. Сіздер енді өз қалауларыңыз бойынша блендермен істесеңіздер де болады. Негізі ет тартқышпен істесеңіздер өте тез уақыттарыңызды да үнемдейсіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен ет тартқыштың өте кішкентай көзін таңдап алдым. Қазір шиелерімізді езген кезде өте майда, керемет болып езілетін болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ет тартқышымды құрап алып, енді мынау шиелерімізді ет тартқышқа салып отырып, барлығын өткізіп алдық. Мынау шиелерді еті мен дәнегін бөлген кезде шиеден кішкене өзінің суы бөлінеді. Сол ыдыстың түбіне жиналып қалады. Оны мынау ет тартқышқа суымен бірге құйып жібермеңіздер. Себебі босқа ет тартқыштан далаға ағып кетуі мүмкін. Менде шамалы солай болды. Сіздерге алдын ала ескертіп айтып жатырмын. Қазір мынау шиемізді өткізіп алғаннан кейін үлкен ыдысымызға құйып, үстінен суын құйсаңыздар болады. Сонда қоймалжың да болмайды, сұйық та болмайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шықты. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ идеальный болып шығады. Және дастарханға қойғанға өте керемет көрінеді. Өзінің түсін сақтаған қып-қызыл, яғни тірі күйінше сақтайсыздар. Және бұл тұмауға 1000 ем. Қыс мезгілінде осы шиені мысалға қалаған уақытыңызда ашып, үстіне қантты қосып, шайға қосып ішсеңізде, немесе қайнатылған суға қосып ішсеңізде, тұмауға 1000 ем. Дәрі алып, оны пайдаланғанша дәл осы шиені қолданып көріңіз. Және бұны тек қана біздер варенье ретінде қолданбаймыз. Жаңалде алдында айтып кеткенімдей, компотқа любой уақытта алдын ала морозилкамыздан шығарып алып, компотқа қайнатсаңыздар болады. Және де балдарға қант қосып, кез келген айранның үстінен йогурт ретінде берсеңіздер де болады. Және кез келген торттың арасына қоссаңыздар да болады. Өте керемет әдіс, қыздар. Сіздер дәл осылай ерінбей жасап көріңіздер. Жылда дәл осындай әдіспен жабатын боласыздар. Бір үйреніп алатын болсаңыздар. Мен осы әдіспен ылғи жылда жабамын. Балдар да сүйсініп жейді. Кез келген қонаққа да ұсынып беремін. Біздің шиелеріміз дайын болды. Аузын жақсылап мықтап жауып, морозильникке қоясыздар. Банкіге қатырып жүрмеңіздер. Банкі морозильникте сынып кетеді. Бұны біз 3-4 жылға дейін сақтай беруімізге болады. Өзінің қалпын жоймайды. Қалаған уақыттарыңызда баклажкілерді шығарып, ертіп, осылай 1 литрлік баклажкіге 1 кило қантты қолданасыздар. Егер 1,5 литрлік баклажкіге қатыратын болсаңыздар, 1,5 кило қантты ертесіздер. Ең бастысы бұл нағыз табиғи, өзінің дәмін жоғалтпайтын және ағзаға да пайдалы
өте керемет нұсқа деп айтуға болады. Қайнатып, банкілерді паритетіп, ешқандай да әуре болмайсыз. Ет тартқыштан өткізіп, морозильникте сақтап, қалаған уақытыңызда ертіп, үстіне қантты қосып, араластырып жібересіз. Және айта кететін нәрсе, осылай бір араластырып қана қоймайсыз. Жақсылап араластырып алып, 10 минут сайын 5 рет араластыруларыңыз керек. Сонда мынау қанты толық шиемен бірге еріп, жақсы сіңетін болады. Өте керемет, көріп тұрғандарыңыздай қатты қышқыл дәм болмайды. Себебі негізі кез келген жеміс жидектердің қышқылы дәнегінде болады. Осы дәнегін алып тастасаңыз, осылай керемет болып шығады. Өте керемет. Және де суға салып та, шайға салып та ішсеңіз болады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыздар. Менің алдағы уақытта жаңа видео рецепттерім шығатын болса, сіздерге бірден көрінетін болады. Және өз нұсқаларыңызбен бөлісіп кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздер қалай жабасыздар, шиені қысқа қалай сақтайсыздар, сол жөнінде комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Барлығын оқитын боламын.